Жақсы, қайырлы күн достар. Бүгінден бастап Алла қаласа Қазақстан тарихынан сұрақтар талдайтын боламыз. Және де ендігі мақсат осы тарихтан келетін ескі нұсқа, бірақ сонда да бір байқайтынымыз, жыл сайын база жаңарды деген сайын жай ғана сол жаңа базаға ескі сұрақтарды әкеліп қосады да. Яғни сіз ол сұрақтың негізгі логикасын, негізгі сұрап тұрған дүниесін түсінсеңіз, ары қарай ол сұрақтың түрлі форматта келе бергенін жауап табу оңайырақ болады. Демек, қазіргі талдайтын мәселеміз болсын, немесе алдағы уақытта қарастыратын мәселелеріміз осындай бір дүниелер. Енді Қазақстан тарихынан талдаймыз. Бірінші сұрақ, ежелгі адамдардың белгілі бір материалды, яғни затқа ерекше қасиетті деп табынуы. Яғни бұл жерде бір айтқанда затқа табынуы, белгілі бір заттарға табынуы. Енді жеке жауап тауып көрейік. Магия. Магия дегеніміз енді қарапайым түсінік, қара күшке сыйыну ғой, бір айтқанда, яғни көзге көрінбейтін белгілі бір сиқыр деген секілді дүниелерге табынуы, сыйынуы, ол бізде магия. Демек, ол затқа емес. Жауаптан істейміз, сызып тастай берейік. Одан кейін екінші жауап тотемизм. Тотемизмге кішкене түсінік берейік. Тотемизм немесе тотемшілдік дейтін ол өзінің шығу тегін бір жануармен байланыстыру. Мысалға, мен кезінде қасқыр, менің ата-бабам қасқыр деген секілді дүниелерді айту. Жалпы негізгі тотемизм түсінігі, яғни өзінің не жануармен, не өсімдікпен байланысын бар деп қабылдау. Яғни ол неге табыну? Жануарларға немесе сондай бір дүниелер ғой. Бір айтқанда, енді бұған мысал ретінде америкалық үндістер тайпалар мысал ретінде келтіріп тұрды. Олар тотемизм сенімін ұстанады. Яғни қазақ халқында да негізгі бұрын болғандығы, яғни түрік халық көк бөріге табынғандығы туралы сенімдер де болды, болмады емес. Яғни тотемизм ол тотемизм ол бізде белгілі бір жануардан өзінің шыққан тегін жануар немесе осындай өсімдіктерден пайда болдық деген секілді түсінік қой. Жақсы, кеттік. Демек, бұл неге затқа тікелей байланысты емес. Сол үшін тотемизм жауаптан сызып тастай берсек болады тоже. Одан кейін енді бойтұмар. Енді қараңыздар, бойтұмар ол қарапайым мойынға тағып жүрген дүниесі ғой. Енді бірақ бойтұмарға табынды делік, бірақ оны не ретінде қарамаймыз, бір сенім ретінде қарамаймыз. Демек, бойтұмардан істейміз, жауап ретінде бұл зат қой, бір айтқанда. Бұл сенімнің атау емес. Кеттік. Одан кейін Д вариантында бізде фетишизм дейтін жауап тұр. Фетишизм дейтін не? Фетишизм тоже француз тіліне аударылды. Тұмар, қасиетті, күші бар зат деген секілді мағынаны білдіреді. Ол бір сөзбен айтқан кезде белгілі бір затқа табынуы, біздіңге дейін бұттарға табынды, білмеймін, әйтеуір ағаштан жасалған немесе тастан жасалған дүниелерге табыну, яғни осы бізде фетишизм болатындығында. Демек, бізде дұрыс жауабы фетишизм. Белгілі бір материал затқа ерекше қасиетті деп табынуымыз, ол бізде дұрыс жауап фетишизм болады. Енді соңғы анимизмге тоқтайық. Яғни бұлар діни сенімдер ғой, сенімнің атаулары. Одан кейін анимизм. Анимизм дегеніміз не? Анимизм заттық дүние құбылыстарының жандылығын білдіретін термин, яғни рухқа табыну. Жалпы анимизм дегеніміз әулиелердің рухына табыну деген секілді дүниелер. Демек, анимизм бізге неге табыну емес, тікелей затқа табыну болмайды. Бұны жауаптан естеміз, сызып тастай бересіздер. Демек, кеттік, тоқтайық. Бізде негізгі түсіну керек түсінік тотемизм бар, фетишизм бар, анимизм бар. Тотемизм ол біздің шыққан тегі жануарларға табыну деген атайық. Анимизм рухқа табыну десек, фетишизм білмеймін, затқа, құбылысқа, пұтқа, тасқа табыну. Яғни бұлардың бәрі сенімдер ғой, бір сөзбен айтқанда. Жалпы бізде демек бірінші сұрақтың дұрыс жауабы Е болады екен.